Сәлем достар. Кейбіреулер үйінде мысық немесе ит асырайтындар кездеседі. Ондай адамдар сіздердің араларыңызда да бар шығар. Бір қызықтысы, жабайы табиғат аясында жүретін жыртқыштарды үй жағдайында асырайтын адамдар да кездеседі екен. Ал біздің осы видеомыз сол адамдар туралы болады. Бұл адамның есімі Ибн Мұхаммед. Қазіргі таңда Дубай қаласы маңында тұрады. Кішкентайынан арыстандарды жақсы көрген бұл жігіт жабайы табиғаттың патшасы болған арыстанды ол қазір үйінде асырап жатыр. Бір қызықтысы, ол адамда арыстанның тек біреуі ғана емес, бірнешеуісі бар. Бос уақытында сол арыстандармен көңіл көтеріп ойнағанды жақсы көреді. Бұндай жабайы табиғаттың жыртқыштары Біріккен Араб Әмірліктерінің адамдарының көбісінде бар. Ал кейбір шейхтар үйлерінде барыс асыраса, кейбір шейхтардың үйінде крокодилдер мен маймылдарға дейін кездеседі. Бұндай жыртқыштарды оңтүстік Африкадан немесе Австралиядан арнайы тапсырыспен алғызады. Африка мемлекеттің 70% ашаршылық пен кедейшіліктен зардап шегіп жатыр. Кейбір адамдар ақша табудың мақсатында үйлерінде гиен, жыландарды асырап, солар арқылы ақша тауып жатады. Кабадан кура, жыртқыш аңдарды билету. Олар табиғатта кездесетін жыртқыш жануарларды халықтың назарына цирк ретінде көрсетіп, сол арқылы ақша тауып жатады. Ал әртістер болса, басқа қаланың адамдарын таң қалдырып, сол жерде өздерінің концерттерін беріп, ақша тауып жатады. Бұл әйелдің есімі Ангелина. Қазіргі таңда Америка Құрама Штаттарында тұрып жатыр. Ол өзімен бірге аллигаторды асырап жатыр. Аллигатордың жасы небәрі 2-де. Дегенмен ол осы жаста адам баласына өте қауіпті болуы мүмкін. Немесе өсе келе ол адамды жеп қоюы да мүмкін. Бірақ Ангелина атты азамат крокодилдерден мүлдем қорықпайды. Керісінше оларды жуындырады, тамақтандырады, крокодилдермен бірге серуенге де шығады. Ол өзінің аллигатормен бірге дүкендерге де барады. Ангелинаның айтуы бойынша, аллигаторларсыз өмір сүру маған өте қиын деп айтқан болатын. Бұл адамның есімі Марк. Қазіргі таңда Швейцария мемлекетте тұрып жатыр. Марк өз ауласында ақ аюды асырап жатыр. Бұл азаматқа аюды достары берген болатын. Ол кезде аюдың жасы небәрі 2 айлық еді. Қазіргі таңда бұл аюдың жасы 4-те. Салмағы болса 100 килограммнан асады. Жыртқыш жануар болғанына қарамастан ойнағанды жақсы көреді. Видео ұнаған болса, лайктарыңыз басып арнаға жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.